Жалғастырамыз. Елімізде жұмыссыздар күрт көбеюі мүмкін, себебі барлық қызметті қазір жасанды интеллект алмастырып жатыр. Қарашаға төнген қауіпке қатты алаңдаған мәжілісмендер бүгін бастама көтерді. Тың технология жұмыссыздықтан бөлек азаматтардың жеке бас деректеріне де жаудай тиюі мүмкін. Тілшіміз Алдияр Айтбаев тыңдайық. Жаһанды жұмыссыздық күтіп тұр. Әлем бойынша 90 миллион адам қызметінен кетуі мүмкін. Күн санап дамып жатқан жасанды интеллект адамзатқа осындай қауіп төндіріп тұр. Сөзсіз бұл мәселе Қазақстанды айналып өтпейді. Бұдан мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев та сескеніп отыр. Халық қалаулысы депутаттық орынға роботтар отырады деп емес, елде онсыз да көп жұмыссыздардың қарасы көбейіп кете ме деп алаңдаулы. В Казахстане на самом-то деле елдегі жұмыссыздық деңгейін үкімет төмендетіп көрсетіп отыр деуге болады. Қазір көрсеткіш 12-13% құрайды. Бұл шамамен 1 миллион адам. Жасанды интеллект жағдайды одан сайын ушықтыруы мүмкін. Жұмыссыз қалғандарды қайта даярлап басқа жұмыс тауып бере аламыз ба? Жасанды интеллектіні әлем жаппай медицина саласына енгізіп жатыр. Бірақ ертең науқас олай-бұлай болып кетсе, кім жауапты болады? Жасанды интеллект пе, әлде дәрігер ме? Вопрос все-таки ответственности. Жауапкершілікке келер болсақ, заң жобасында ол көрсетілген, бірақ салалық мәселелер бойынша толықтырулар жасаймыз. Себебі оның ауқымы кең. Жасанды интеллекттен Анас Баққожаев та сескеніп қалған. Оның пайымынша қазіргі заманның игілігі түптеп келгенде адамды интеллектуалды дағдарысқа ұшыратады. Сол себепті атымен алысып, жаяулымен жарыспай тұрып, депутат осы мәселеге назар аударуға шақырды. адам өзі ойланып жазбаса, композитор музыкасын шығармаса, бұл не заман болып баратыр мысалға? Біз не, сонда біз әлем жасанды интеллекті жасады екенде, біз соңынан ере береміз ба сонда? Бір шелеунік жаңағы чат GPT дегенге материалдарын салып отыр. Сондағы оның мақсаты бастығым тезірек басымнан сипаса екен. Милерінің қатпарын қозғалысы келмейді. Министрліктерде, мемлекеттік органдарда осы жасанды интеллекттің пайдалануын кім қадағалап жатыр? Тәуекелге алып келетін сұрақтардың басым бөлігін жабуды қарастыруымыз керек бәріміз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл жауабынан кейін депутаттың қорқынышы үдей түсті. Халық қалаулысы мәселе бір жақты етіліп, қадағалау күшеймейінше шенеуніктердің жасанды интеллектіні қолдануына шектеу қою керек деді. Дәулет Мұқаев та ел болашағын алаңдап өткір тақырыпты қозғады. Сауалы Анас Баққожаевтікіне ұқсас. Заман игілік арқылы мектеп қабырғасындағы жастардың санасы уланып, даяарға майар болып жүр дейді. Мектеп оқушыларының арасында ешқандай тапсырманы орындамай, осы жасанды интеллект чат GPT-ға сала салады, тапсырманың барлығы осы екен деп отыра береді. Мектеп жасындағы оқушыларға қандай да бір шектеулер қойылу керек секілді. Егер бұл шектеу қоймаса, ертең күні сол оқушыларымыз студент болады, еңбек нарығына араласқан кезде, соның зардабын біз 20 жылдан кейін көретін боламыз. Бұл мәселені жауаптылар жаңа заң жобасы кезінде көзден таса қылмай тиісті шешім қабылдайтын болды. Енді жасанды интеллекті ықпалынан туындайтын жұмыссыздыққа қайта оралсақ, бұл жөнінде жиыннан кейін Екатерина Смышляева тілшілердің алдында пікір білдірді. Жасанды интеллект барлық әлемге әсер етеді, одан оқшаулану мүмкін емес. Қысқартуға ілінген жұмысшылар қол қусырып отырмайды. Олар үшін жасанды интеллект жаңа жұмыс орындарын ашады. Кейбір салада 7-12% дейін қысқартулар болады. Ал енді бірінде керісінше бос орындар ашылады. Яғни белгілі бір мамандарға деген сұраныс артады. Медицина мен мемлекеттік органдарда жасанды интеллект етек жайып жатқандығы белгілі. Алда тағы қандай салалар енетіні уақыт еншісінде. Бірақ жаһанды күрделі өзгерістер күтіп тұрғандығы анық. Олай деуге әлемдік зерттеулер негіз болып тұр. 2030 жылға дейін жер бетінде заман игілігі енгізілетін бағыттардағы мамандардың 50% арнайы даярлаудан өтуі тиіс екен. Алдияр Айтбаев, Жандос Манашев, Еуразия бірінші арнасы.